Әрбір адам күнәһарда. Біз күнә жасағандықтан жерге түсірілдік. Адам ата күнә жасағандықтан жерге түсірілді. Негізі жәннаттық болды о баста. Күнә жасағандықтан жерге түсірілді. Адам егерде ешқандай күнәсі жоқ болатын болса, ол періште болып көкте ұшып жүретін еді. Адам күнә жасағаннан жерді басып жүр. Ал біз әрбір күнәларымыз үшін осы тірі өмірімізде Аллаға тәубе етіп, кешірім сұрау арқылы күнәларымыздан арылуға болады. Сол үшін де Алла Тағала бізге тәубе ет деді, кешірім сұра, мен кешірімдімін, мен мейірімдімін деді. Сол үшін адамдарға беретін кеңесім, 2 ракағат жатар алдында тәубе намазын оқып жататын болса, ол адамның күнәлары Аллахтың қалауымен кешірілетін болады. Намаз оқи алмайтын адамға Аллахтың көркем есімі бар, әт-тәуәб деген. Сол әт-тәуәб есімін күніне 500 рет айту арқылы бүкіл күнәларына тәубе етуіне болады.